Өткен жылдан бастап Әділет министрлігінде оңтайландыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Олардың біреуі жылжымайтын мүлікті мына халық үшін үкімет мемлекеттік корпорациясына бергеніміз болатын болса, екінші мәселе ол қазіргі кезде заңды тұлғаларды сол корпорацияға беру жұмыстарын айтып өтсек болады. Осы оңтайландырудың салдарынан бізде бүгінгі таңда Шымкент қаласының әділет басқармаларында жұмыстар біршама азайды. Сол себептен біз барлық аудандық басқармалардың қызметкерлерінің бәрін осы департаментке көшіріп алдық. Сол кісілердің отырған 4 ғимараты, соларды біз жергілікті атқару органдарына беріп отырмыз. Бізде бір оңтайландырудың салдарынан бір қызметкерлер сыртта қалып қалатын болса, біз оларға басқа жұмысты қамтамасыз етеміз. Егер де біз факторлы баллды шкалаға өтетін болсақ, біздің департаменттің қызметкерлерінің жалақылары еселенеді.